Сәлем достар, қараңыздар мен қандай кітап тауып алдым. English, Starkov, Островский, Fifth Year. Біздің балалық шағымыздағы кітаптарымыз, біз ағылшын тілін осы кітаптармен оқыдық. Осы кітаптарды оқығандар болса, плюс жаза кетіңіздер. Біз қаншамыз көрейік. Орыстар жазып атады, сколько нас посмотрим деп. Сол сияқты сіздер де маған плюс қойып кетсеңіздер, маған ұнайтын еді. Мына Марк Твейн туралы жақсы бір мәтін тауып алдым, соны оқып берейін. No ticket for himself. Mark Twain, the American writer, came to a small town to give a lecture on literature. Before dinner, he went for a walk and then went to a shop to buy something. When the shopgirl saw him, she thought that he was a man from another place, not from their town. Are you a stranger? asked the shopgirl. Yes, Mark Twain answered. This is the first time I've been here. I like this town very much. I've already seen some interesting things. You choose a good time to come, the shopgirl said. Mark Twain is going to give a lecture. He writes books and gives lectures, you know. So many people like to listen to him. Will you go to his lecture today? Oh, I hope so. Have you bought a ticket? Not yet. That's very bad. You'll have to stand. Oh, I always have to stand when that man lectures, said Mark Twain. Қараңыздар, өзіне арналған билет жоқ. Тақырып. Бір күні Марк Твейн, Американың атақты жазушысы, кішкене қалаға лекция оқуға барады. Түскі тамақтан алдын ол біраз қыдырып, қаланы аралап, сосын бір магазинге, дүкенге кіріп, бір зат сатып алмақшы болады. Сонда дүкенші қыз оны көріп, ол қаланың адамы емес екендігін, бөтен екендігін түсініп, одан сіз шетелдіксіз бе деп сұрайды. Я, дейді Марк Твейн. Мен бұл қалада бірінші рет келіп отырмын бұл қалаға. Маған қатты ұнады, және көптеген қызықты нәрселерді көріп үлгердім, дейді. Сонда дүкенші қыз, сіз бұл қалаға келуге дұрыс уақытты таңдапсыз. Себебі Марк Твейн келіп лекция оқиын деп жатыр. Ол деген көптеген кітаптар жазып, лекция оқиды, білсеңіз. Сіз де барыңызсай, оны көп адам тыңдағысы келеді. Бүгін барасыз ба? Деп сұрайды. Сонда Марк Твейн барып қалармын деп үміттеніп тұрған білдіреді. Сіз билет сатып алдыңыз ба? Деп сұрайды жаңағы дүкенші қыз. Жоқ әлі деп жауап береді. Бұл өте нашар жағдай. Сіз деген оның лекциясына баруға міндеттісіз, дейді. Сонда Марк Твейн жымиып қойып, мен ол кісінің лекциясына әрқашанда баруға міндеттімін, дейді. Осындай кішкене ғана мәтін, ағылшынша оқып және қазақша аудармасы. Қаласаңыздар, тағы да осындай мәтіндер оқып берейін. Лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. YouTube каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар.